Кайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен қолжетімді азық-түлік жерден жасалатын тойымды әрі дәмді салат әзірлейтін боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Бізге қажет азық-түліктер. Ең алдымен біз баклажанымызды алып, ортасынан бөліп, одан кейін 3 бөлікке бөліп, 4 бұрыштеп тураймыз. Баклажанымызды, міне видеода көріп тұрғандарыңыздай, средний болу керек. Жаңағы қатты үлкен де емес, қатты кішкентай да емес. Міне осындай болу керек. Міне турап болған баклажанымызды ыдысымызға салып, картофельный крахмалымызды қосып, жақсылап араластырып, қызып тұрған майға қуырамыз. Міне қуырылған баклажандарымыз дайын. Оны майынан сорғытып, суытамыз. Ендігі кезекте піскен етімізді алып, ұзын-ұзын қып солонка түрінде тураймыз. Менде қойдың еті. Піскен жұмыртқамызды да ұзын қып турап, ыдысымызға саламыз. Чили помидорымызды да ортасынан бөліп, осылай, оны да қосамыз. Консервіленген кукурузамызды қосамыз. Қиярымызды да солонкаға алып, ұзын-ұзын қып турап, оны да салатымызға қосамыз. Салатымыздағы заттардың бәрін турап ыдысымызға салғаннан кейін майонез қосамыз. Менде 4 порцияға 3 қасық майонез. Егер сіздерде көбірек болатын болса, көбірек қосуға болады. Міне салатымыз дайын болды. Осылай жақсылап араластырып, тұз қосамыз аздаған. Енді тарелкамызға салып, әдемі қылып осылай оформить етіп, дастарханымызға сала береміз. Сіздермен бірге болған жанат, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.